Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше министерский салаттың жасалу жолын ұсынамын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бір жесең қайта-қайта жегің келетін өте дәмді салат. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар тұздалған қияр, піскен ет, пияз, майонез, дәміне қарай тұз және қара бұрыш, сұйық май, жұмыртқа. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қоямын. Ең алдымен жұмыртқадан біз құйма жасап аламыз. Ол үшін ыдысқа жұмыртқаны салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналымда басқа да сәтті шыққан рецепттердің жасалу жолдары бар. Қарап көрсеңіздер болады. Енді осы сұйықтықтан табамыздың үлкен кішілігіне байланысты 2 немесе 3 дана құймақ пісіріп аламыз. Келесі жасайтынымыз қызған табаға біраз қастай сұйық май құйып, орташа отта құймақтарды пісіреміз. Бұл құймақ біздің салатымызға өте ерекше дәм береді. Құймақтар дайын, енді пиязды тураймыз. Пиязды қатты үлкенде кішіде қылмай, осы видеодағыдай турап шығамыз. Келесі кезекте қызған табаға 3-4 ас қасық сұйық май құйып, пиязымызды салып, сарғайғанша қуырамыз. Пияз дайын болып қалды, қатты қызартып, күйдіріп жіберуге болмайды. Келесі жасайтынымыз тұздалған қиярды, піскен етті және құймақты ұзыншалап жіңішке етіп турап шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса тағы да көптеген рецепттер салатын боламын. Етті ақырындап тураймыз, майдаланып кетуі мүмкін. Мен етті арнайы пісірмедім, ет асқан кезде керегімді алып қалдым, ал сіздер өз қалауларыңызша бөлек пісіріп алсаңыздар болады. Құймақты да видеодағыдай бөліп, ұзыншалап турап шығамыз. Достар, бұл салатты жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше болып шығады. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді арнайы ыдысымызға қуырылған пиязды, етті, қиярды, туралған құймақты саламыз. Барлығын салып алдық. Енді майонезді қосып, ақырындап араластырамыз. Біздің етіміз араластырғанда бөлініп қалмау керек, сондықтан астынан үстіне қарай ақырындап араластырамыз. Қалауыңызша тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады, бірақ мен қоспадым, онсыз да өте дәмді болып шықты. Достар, салатымыз дайын, дәмді, ерекше болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса, достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақшолпан.